Шалкездің атақ жыры бар. Аспанды бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды. Көлде қулар шулайды, көкшілден олайған жегенге соқ құсайды. Көп ішінде бір жалғыз көп мұңайып жылайды, күйбең өскен көп жаманның тигенге сойды басады. Масқара жыр. Негізі мына жастар әсіресе тыңдап отқан жастарыңыз болса, бір айналып соғыңыздар Шалкезге. Сөйтіп тереңіне үңіліп қараңыздар, сұмдық ол кісі. Оның мұрасы ғажап, айтуға келмейді. Оның бір жолы бос емес. Сонда енді ол кісі енді тарихына қарасақ, Битемірдің қасындағы енді тізесін басқан жыраулардың бірі болған ғой енді былайша айтқанда. Билеушінің қасындағы сарайдың ақын десеңіз, дей беріңіз, сондай болған қысқасы. Содан бірақ енді дворцовый интрига дейтін нәрсе болады. Енді билеп жүрген жерде интрига болатын түсінікті нәрсе, сөйтсе күйбеңдескен көп жаманның сөзі тиеді де, сол қуылып кетеді. Енді әбден ана элиталық ортаға үйренген адам үйренісе алмай, көп ішінде бір жалғыз көп мұңайып жылайды дейтін өзінің басындағы жағдайын айтып отыр. Бұдан алатын бір сұмдық тәлім бар, қазір айтамын. Сосын айту үшін жаңағы қалыс прова салған қыз өзінен шықты. Оны қайдан шыққанда біраз соң айтамын. Ей, аспанды бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды. Көлде қулар шулайды, көкшілден алуайван жегенге соққа ұқсайды. Көп ішінде бір жалғыз көп мұңайып жылайды. Күйбеңдескен көп жаманның тигенге сөз ұқсайды. Алп басқан арап көрім өзіңсің, тазылы алтын қол өскен алдаспаным өзің сен. Білерді білмес не демес сұлтан ием, сен менің пармай таққан қағбамсың. Алтынды кесе сарылдың, алсам соғын сұлар. Ал мойныма қоларсаң, күліктен бегін армен. Көп еңсеміз төр торым, көп қылының бірімін. Жақсыңнан мені кем көрдің, жаманың мен тең көрдің. Жақсыңнан мені кем көрсің, жаманың мен тең көрсің. Ұялы берікке қос артып сенесен де, мен сауда ұрысымды самдайын, ағысымды сендейін. Бұның арысымды сындайын болады, Бекарыс Нұриман кейін бұның сырын ашты, зерттеу барысында. Дұрысында арабша жазған ғой, қадымша сөзі. Арысымды сендейін екен. Арысымды сендейін. Еділден аққан сыздашық біз көргенде сірәді тебіңдіге жетер. Жетерде жетпес су еді телегейдей сайқалып жарқыраған жер енді. Теңіз етсе таңғы тау. Тебінгінің астынан алла балтасы ұрып, тепсіңісін келгенде тең атаның үнедім. Дәрежеңді сірәді артық етсе тәңіреттай. Айнала алмай ат өлер, айыра алмай жат өлер. Бірлік үшін елімнің, тірлік үшін жұртымның. Ей Битемір, Битемір. Ей Битемір, Битемір. Sen sultansın, men kulmun, sen altınsın, men pulmen. Hey, sen cibeksin, men cinmin, sen sunkarsın, men kulmun. Cem savuna kelgende, gerekli günün aldında gazizlegen sultan canım ayaman. Шалкезді қуып жерді. Сарайдан қуылды. Сарайдан қуылған соң айтады, әй Битемір дейді. Еділден аққан сыз ашық біз көргенде тебінге жетер жетпес су еді, телегейде сайқалып жарқыраған берен теңіз етсіз тәңір еді. Бір кішкентай ғана нәрсе етпейді. Тәңір теңіз қылды дейді. Енді тебінгінің астынан ала балтасы ұрып тепсінсіп келгенде жекпе-жекке шығатын болсаң, жігіт ретінде тікелетін болсаң, біліміңге салсаң, қабілетіңе салсаң, сен доктор наук болсаң, мен де доктор наукпын, сен профессор болсаң, мен де профессормын, төбелесең, мен де сенімен төбелесем, қабілетіңде бәрі де сенен кем емес, сен мендей адамсың деп тұр. Битемірге Шалкез айтып тұр. Тебінгінің астынан ала балтасы ұрып тепсінсіп келгенде тең атаны қылдың, дәрежеңді артық етсе тәңір етті. Алла тағала сенің дәрежеңді артық етті. Ендеше бірлік үшін жұртымның, тірлік үшін елімнің дейді.
Шалкез не дейді? Әй, Битемір дейді. Сен сұлтансың дейді. Мен құлмын. Сен жібексің дейді. Мен жүнмін. Сен алтынсың, мен пұлмын. Сен сұңқарсың, мен қумын. Аққу ғой енді. Керектілі күннің алдында бір керек кезім болады. Ғазизлеген ардақтаған жаным сұлтан жаным. Жемсауына келгенде сұлтан жаным аямайым, астыңа тастаймын дейді. Неге дегенде? Оған ол енді тексіз емес қой әбіләстер сияқты. Ана рубеждің ар жағына шығып кетіп, өз халқына өзі тас лақтырып жататын, я болмаса, қырғыздар таластың суын жауып қойыңдар, қазақтар шөкесінен түсіп ертең жалынып келеді деп өзінің халқының ең бір әлсіз тұстарын көрсетіп жүретін, ол тексіз емес. Болды. Дәрежеңді артық етсе Тәңір етті. Дәрежеңді Тәңір артық еткен соң, мен сенің артыңнан сарбаздың ретінде еруге міндеттімін. Сондықтан мен бүкіл амбициямды, бүкіл бойымда кібірімді, өзім асқақтығым бәрін жинақ қоям дейді да, өзінің бүкіл дәрежесін, амбициясын плинтустан төмен жерге тастайды да, соншама қабілет иесі, сондай шалгез басым айтады. Сен сұлтан бол, мен құл болайын, сен алтын бол, мен пұл болайын, сен сұңқар бол, мен құл болайын, сен жібек бол, мен ақ жүн болайын. Жемсауыңа келгенде ғазизлеген сұлтан жанымды аямайын дейді. Жалпы біздің жыраулардан алатын үлгіміз осы негіз. Доспанбет айтады, тоғынды саршына жел көшсіз өдім өкімен, туған айдай нұрлан дулақ үйдім өкінден, алшымылдық ішінде тұлыншаған төгілтіп арус үйдім өкінбе, бұрын соңында өкінбе сөй болғамын. Дейді, ең соңында, Мамайдың алдында шәһид кештім өкінбе. Мәрттік бе, мәрттік. Кемпірбайтікі мәрттік бе, мәрттік. Доспанбеттікі мәрттік бе, мәрттік. Еділді тастап кетіп барысқан кезде Қазтоғаның айтатыны бар. Мен салмадым, сен салдың, қайырлы болсын сіздерге, бізден бір қалған еділ жұрт, бізден бір қалған еділ жұрт. Қайырлы болсын сіздерге, бізден бір қалған еділ жұрт, қайранда менің еділім деп басын ошаққа соғып жылап атқанда, тастап кетіп бара жатқан жер сендерге де қайырлы болсын жейді. Мәрттік пе? Мәрттік. Доспанбеттікі мәрттік пе? Мәрттік. Шалкездікі мәрттік пе? Мәрттік. Кемпірбайдікі мәрттік пе? Мәрттік. Біз содан үлгі алған ұрпақ бар ма? Оны өздеріңіз ойлайсыздар.